Қазақстанның барлық бастамалары халықаралық қоғамдастық тарапынан қашанда қолдау тауып келеді. Сарапшылардың пікірінше, елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың тәуелсіздік жылдары көтерген көптеген идеялары уақыт өте шындыққа айналды. Еліміз осылайша Еуропа мен Азия, батыс пен шығыс арасында сенімді диалог орнатуға, тұрақтылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз ететін геосаяси орталыққа айналды. Қазақстан өзінің бейбіт ұстанымымен сыртқы саясатын алғаш 1992 жылы Біріккен ұлттар ұйымында жария еткен еді. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев онда әлемдегі кедейлікпен қарсы күрес туралы баяндап, аймақтық және жаһандық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін алғаш Азиядағы өзара ықпалдастық және сенім шаралары жөніндегі кеңес құруды ұсынды. Әлемнің ең биік мінберінен көтерілген идея жаһан тарапынан қолдау тапты. Қазірде ол Азия аймағының 90% алып жатқан 18 мемлекетті біріктіретін ұйымға айналды. Ең басты мәселе бұл Қазақстанның, яғни антиядролық қозғалысты бастауы, ядролық қаруға қарсы күресте ең бастамашы мемлекет болуы, Еуразиялық экономикалық одаққа байланысты, мысалы, Түрік кеңесінің не байланысты, елбасы сол мысалы жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің және түркітілдес мемлекеттер ынтымақтастық кеңесінің құрметті төрағасы болып сайланды. Бұл сол елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жасаған еңбегінің бағаланғандығы. Қазақстан 2010 жылы ОБСЕ ұйымына төрағалық етіп, 10 жылдық үзілістен кейін оның саммитін өткізуге мұрындық болды. Сонымен қатар елбасы ТМД Шанхай ынтымақтастық ұйымдарының құрылуына негіз болды. Әлемдік және дәстүрлі дін көшбасшыларының басын қосты. Еуразия интеграциясын нығайтты. Еуразиялық идеяның тарихы Нұрсұлтан Назарбаевтың Мәскеу мемлекеттік университетінің аудиториясында оқыған лекциясынан бастау алды. Сондықтан Еуразиялық жоба Мәскеу мемлекеттік университеті мен Нұрсұлтан Назарбаев есімімен тығыз байланысты. Бұл идея шындыққа айналып, Еуразиялық экономикалық одақ болып негізін қалады және оған 5 мемлекет – Ресей, Қазақстан, Қырғызстан, Беларусь, Армения мүше. Назарбаев сол кезде посткеңістік елдерде, нақтырақ айтсақ, Еуразия кеңістігінің бір бөлігінде бірыңғай еңбек, капитал, қызметтер мен жұмыс күшінің нарығын құрудың маңыздылығын көтерді. Бұл идея іске асты. Қазақстан 2017-2018 жылдар аралығында Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесі болып сайланып, жаһандық проблемалардың түйінін тарқатуға өз үлесін қосты. Сириядағы қақтығыстардың бейбіт жолмен шешілуіне ықпал еткен Астана процесінің орны өз алдына бір бөлек. Әрине, әлі күнге дейін шешілмеген мәселелер бірақ осы қақтығыстардың ауқымын кішірейту ең алдымен осы Астана процесінің негізінде жүзеге асырылды және оны Біріккен ұлттар ұйымы тарапынан да мойындалып отыр. Орталық Азия елдерінің арасындағы ынтымақтастық жаңаша сипат алды. Сарапшылардың пікірінше, аймақтағы интеграциялық процестердің ілгері басуына Қазақстанның қосқан үлесі көп. Ал 2019 жылдың басты саяси оқиғасы елдегі тұрақтылықты сақтап қалуға және сол арқылы көрші елдермен бірге халықаралық қатынастарда одан әрі дамытуға бірден бір негіз болды. Әлемдік державалардың арасындағы текетірістер күннен күнге ұшуда, міне осындай сыртқы саяси тұрақсыздықтың өршіп жатқан кезде әрине еліміздің тұрақтылығын сақтау өте маңызды. Осы тұрғыдан алып қарайтын болсақ, елбасымыздың осы жүзеге асырған мына саяси биліктің транзит моделінің рөлі орасан зор десек те болады. Қазақстан алдына бұдан да биік мақсаттар қойып отыр. Ал елдің беделін арттыру, халықаралық байланыстарды одан әрі нығайту елбасы сеніп тапсырған жаңа буынның абыройлы міндетіне айналуы тиіс.